Кептірілген жемістердің адам ағзасы үшін пайдалы өнім екендігі әлде қашан дәлелденген. Мейіз бұл ересектерге де, балаларға да кептірілген жемістердің ішіндегі ең сүйікті дәмді тағамдардың бірі. Оның мұндай жетекші орынды иеленуі бекер емес. Өйткені ол көптеген пайдалы қасиеттерге ие және көптеген артықшыларға баршылық. Оның адам ағзасына тигізер 15 түрлі пайдасы бар. Бұл 15 түрлі пайдасы туралы осы видеода айтамыз. Алдымен жалпы сипаттамасына тоқталайық. Қажетті тұстарын жіберіп алмас үшін видеоны толыққанды соңына дейін көріп шығыңыз. Мейіз тәттілерді толығымен алмастырады. Тағам дайындау мен дәстүрлі медицинада қолданудың кең спектріне ие және адам ағзасына жағымды әсер етеді. Оның басты артықшылығы құрамында 80%-дан астам қант, шарап және линол қышқылдары, азотты заттар, талшықтар баршылығымен. Сондай-ақ мейізде витаминдер А, В1, В2, В5, С, H, К, Е және минералды заттар калий, бор, темір, фосфор, кальций, магний, натрий бар. Мейіз иммундық жүйені нығайтуды қажет ететіндерге пайдалы әрі өте тиімді болып келеді. Кептірілген жүзімнің құрамында антиоксиданттар бар, ал кептірілген жидектерді жеу әртүрлі аурулармен әлсіреген денені нығайтады. Мейіздегі бордың мөлшері оны остеопороз бен остеохондроздың алдын алудың дәмді құралына айналдырады. Бор сүйектерді құруға және нығайтуға арналған бастапқы материал болып табылатын кальцийдің толық сіңуін қамтамасыз ететін зат. Құрамы және калория мөлшері. Мейіздегі жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіретін және ұйқыны қалыпқа келтіретін магний мен В тобының витаминдерінің болуына байланысты бұл көңіл күйі нашар адамдарға және ұйқысыздыққа шалдыққандарға пайдалы. Орташа алғанда 100 грамм мейізде су 15 грамм, ақуыздар 3,2 грамм, май 0,5 грамм, көмірсулар 73 грамм, диеталық талшық 5,3 грамм, күл 1,8, ал витаминдер арасынан бета-каротин, А дәрумені 6 микрограмм, тиамин, В дәрумені және тағы да басқа витаминдердің қатарын осы кестеден көрсеңіздер, таныссаңыздар болады. Сонымен қатар калория мөлшеріне тоқталатын болсақ, 100 грамм кептірілген жүзімде орта есеппен 300 килокал болады екен. Мейіздің қысқаша тарихына тоқтала өтейік. Ежелгі кезден бастап жүзім шарап сияқты танымал сусын жасау үшін қолданылған. Жүзімнің қалдықтарын алып тастауды ұмытып кеткендіктен мейіз кездейсоқ пайда болады. Оны шүберекпен жауып, осы танымал сусынды дайындауға арнайы қояды екен. Біраз уақыттан кейін жүзім ашылған кезде олар бізге тәтті дәмі мен хош иісі бар дәмді тағамға айналды. Алғаш рет мейізді біздің заманымызға дейінгі 300 жыл бұрын сату үшін арнайы жасалды. Финикиялықтар кептірілген жүзім орталық Европада, жерортада теңізінде танымал болғанымен, олар бұл нәзіктік туралы тек 11 ғасырда рыцарьлар крест жорықтарынан бастап Еуропаға келе бастаған кезде ғана біледі. Мейіз Америкаға сол жерге жүзім тұқымын әкелген колонизаторлармен бірге келген. Азия мен Еуропада кептірілген жүзім 12-13 ғасырларда моңғол татар қамыты оны Орта Азиядан алған кезде ұзақ уақыт бойы белгілі болған. Алайда бұл бұрын Киев Руси кезінде Византия арқылы болған деген пікірлер бар. Ал енді мейіздің қандай ауруларға және қандай жағдайда көмектесе алатынын айта өтейік. Ол үшін алдымен сізден каналыма тіркеліп, басқа жандарға да көрінуі себеп болуыңызды сұраймын. Бірінші, тіс ауруының ықтималдылығын төмендетеді. Әдетте кептірілген жемістер құрамында қант көп болғандықтан ауыз қуысының денсаулығына теріс әсер етеді. Алайда бұл мейізге қолданылмайды. Ол ауыз қуысының денсаулығын жақсартады да және тіс жиегісін жоя алады. Зерттеулер көрсеткендей, мейіз құрамында микробқа қарсы фитохимиялық заттар бар. Олар тіс ауруын тудыратын бактериялардың көбеюін тежейді. Мейіз құрамында аленеялық қышқылы бар. Ол тістерді шіруден және сынудан қорғау үшін қажет фитохимиялық заттардың бірі. Мейіз ауызында бактериялардың көбеюіне жол бермейді және тістерді сау ұстайды. Кептірілген жеміс құрамында кальций бар болғандықтан, ол тістерді жарылып кетуінен қорғайды. Екінші,
ас қорытуға көмектеседі. Мүйіз құрамында еритін де, ерімейтін де талшықтар бар. Олар ішек қозғалыштығын сақтауға, іш қатуды жеңілдетуге және диареяның алдын алуға көмектеседі. Күн сайын мейіз жеу асқазанға пайдалы. Құрамындағы талшық судан сынудың бастайды және сол ас қорыту жүйесінен токсиндерді кетіруге көмектеседі. Барлық кептірілген жемістерге жаңа піскен жемістерге қарағанда көп калория бар, бірақ оларда талшық көп. Мысалы, бір кесе жүзінде 1 грамм диеталық талшық бар, ал бір мейізде 7 грамм болады. Мейізді рационға қосу арқылы сіз денеңіздің талшыққа деген қажеттілігін тез толтыра аласыз. Қан қысымын төмендетеді. 61 жылы Америкалық кардиология колледжінің 2012 жылғы жыл сайынғы ғылыми сессиясында ұсынылған мәліметтерге қан қысымын жеңіл адамдар мейіз жеу арқылы тіпті күніне 3 рет тамақтану арқылы тынышталғанын көрсетеді. Күнделікті жеу қан қысымын едәуір төмендетуге көмектесетінін анықтаған екен. Әсіресе басқа кептірілген жемістермен салыстырғанда. Инсульт қаупін азайтады. Бұл 4-ші қажеттілігі. Мейіз калий электролитіне бай. Бұл организмдегі калий деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Бұл микроэлементтер адам ағзасындағы барлық жасушалар мен тіндердің дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі минерал. Диетада калий жеткілікті мөлшерде болатын адамдарда инсульт қаупі төмен болады. Әсіресе ишемиялық инсульт. 5-шіден қант диабетімен күресуге көмектеседі. 2015 жылы жүргізілген зерттеу 23-ші типті қант диабетімен ауыратын науқастардың күнделікті мейіз тұтынудың глюкоза деңгейіне және жүрек қан тамырлары қаупінің басқа факторларына әсерін бағалады. Зерттеу науқастарда глюкоза деңгейінің төмендегенін және систолық қан қысымының төмендегенін көрсетті. Зерттеулерге сәйкес мейізді қант диабетімен ауыратындар үшін пайдалы тағам деп тануға тура келді. Сіз мейіз жеген кезде диеталық талшық денеге табиғи қанттың өңдеуін қамтамасыз етеді. Бұл инсулиннің көтерілуіне жол бермейді. 6-шы. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Зерттеулер көрсеткендей, кептірілген жемістер, әсіресе құрма, қара өрік және мейіз құрамында кейбір жаңа піскен жемістерге қарағанда күшті антиоксиданттар қасиеті бар жоғары фенолды қосылыстар бар екен. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды, өйткені олар бос радикалдардың алдын алады. Бұл өте реактивті химиялық заттар. Олар күшкі мүшелерге жасушалық зақым келтіруі мүмкін. Еркін радикалдық қатерлі ісік жасушаларының өздігінен өсуіне қатерлі ісік таралуына әкелетін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Сондықтан антиоксиданттарға бай тағамдар, мысалы мейіз, қатерлі ісіктің табиғи емі болып табылады. Мейізді рационға енгізу арқылы сіз денеңіздің антиоксиданттық деңгейін жоғарылатып қана қоймай, сонымен қатар жасушалардың зақымдануын азайтып, қатерлі ісіктің алдын аласыз. Мейізде кездесетін маңызды антиоксиданттардың бірі катехин. Бұл ісік пен тоқ ішек ісігінің пайда болуын болдырмауға көмектеседі. 7-шіден қышқылдықты төмендетеді. Мейіз құрамында калий мен магний бар. Бұл ағзадағы қышқылдықты төмендетуге және жүйедегі токсиндерді кетіруге көмектеседі. Артрит, подагра, бүйректі тастары және жүрек аурулары сияқты аурулардың алдын алады. 9-шы. Инфекцияны емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында қабынуға қарсы антиоксиданттар ретінде белгілі полифенолды фитонутриттер бар. 9-шы. Инфекцияны емдеуге көмектеседі. Мейіздің құрамында қабынуға қарсы антиоксиданттар ретінде белгілі полифенолды фитонутриттер бар. Олар антибактериалды қасиеттерге ие. Олар безгектің пайда болу қаупін төмендетуге және бактериалды жоюға көмектеседі. Осылайша мейізді күн сайын аз мөлшерде жеу, суық тиюден және басқа ұқсас инфекциялардан қорғай алады. 10-шы. Мейізді қолдану жыныстық өмірге пайдалы әсер етеді. Мейіз құрамында либидо арттыратын және қозуды қоздыратын аргинин деп аталған амин қышқылы бар. Бұл ерлерге өте пайдалы және эректильді дисфункцияны емдеуге қолданылады. Теріні тазартады. Мейіз құрамында ол терінің сау күйін сақтауға өте пайдалы еді. Бұл видеоның шығуына атсалысқан адамдардың еңбегін бағалап, қолдау көрсетуіңізді сұраймын.